Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге iPhone-дағы функциялардың бірін көрсететін боламын. Қандай функция екенін білу үшін менің каналыма тіркеліп, және де видеоны соңына дейін көру қажет. Менің каналыма тіркелсең, ал бастайық. iPhone-ның көмегімен кез келген документті сканерлейміз. Яғни бұған ешқандай приложение скачать етудің қажеті жоқ, тек қана заметкенің көмегі арқылы сканерлейміз. Документтерді сканерлеу үшін iPhone-дарыңыздағы заметки деген папканы тауып алу қажет. Тапқаннан кейін заметки дегенін үстін басып тұрамыз. Басқаннан кейін бізде сканирование документы деген шығады, соның үстін басамыз. Басқаннан кейін осындай камера шығады. Камераға өздеріңіздің сканерлейтін қажетті документтеріңізді осылай алып келсеңіздер, iPhone-ның өзі сканерлейді. Егер документ дұрыс емес болған жағдайда переснять десеңіздер болады, немесе документ дұрыс болған жағдайда готовы деп басасыздар. Мұны біз қайтадан переснять деп бастық. Басқаннан кейін готовыны басамыз. Басқаннан кейін осы жерде сохранить деп басамыз. Документіміз сканерленді. Енді төбедегі 3 кнопканы басып, отправить копию деп кез келген адамға жібере аласыздар. Мысалы, WhatsApp-қа жіберсеңіздер болады, сол жерде таңдаған адамыңызға жібересіздер. Қажетті документті таңдағаннан кейін осылай көк кнопканы басамыз. Басқаннан кейін сол адамға жіберіледі. Осылай отсканированный документі болып тұрады. Ашсаңыздар, жаңағы сканерленген документтеріңіз тұрады. Осы әдіспен ешқандай қосымша приложение скачать етпей кез келген документті сканерлей бере аласыздар. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпа.